Біреуге еліктеп кетудің қажеті жоқ. Пайдалы ақпарат бере бермеңіз. TikTok рекке өзі шығаратын болады. Контент өте маңызды. Хей! Бүгін біз ерекше TikTok блогерлер сияқты бастап отырық. Неге десеңіздер, біз сіздерге бүгін TikTok арқылы табыс табу жайлы айтамыз. Видеоның соңына дейін қараймыз, және де лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Жалпы TikTokта күніне 800 миллион адам кіреді екен. Жалпы қарауға бұл деген өте керемет, көп, тіпті YouTube'қа қарағанда да әлдеқайда көп. Енді жалпы сіздерге TikTok'ты жүргізуге арналған 10 кеңес айтқым келеді. Сонымен бастаймыз. Ең алдымен бірінші бұл контент. Контент өте маңызды. Контент бұл жарық және де өте қызық болу керек. Мен сіздерге айтатын едім, жалпы барлық блогерлердің видеоларын қарап, сол блогерлердің видеоларын алдымен қайталап көру керек. Содан кейін барып, өзін бірдеңке ойлап тауып шығару керек. Соның ішінде біреу болмасын, біреу өтіп кетеді. TikTok'та ол өте қатты маңызды. Алдымен өзінің бір позицияңды орналастырмас бұрын, алдымен басқаларын да қайталап көр, көбісінкін істеп көр. Бұлай да. Сен түсірген видеоларды TikTok рекке өзі шығаратын болады. Ал қай видео рекке шықты, демек сені аудитория сол видео арқылы көргісі келеді. Сен сондай видеоларда көбірек түсіруің керек. Мысалға, бір 15 видео салдың, оның біреу өтпеді, екеу өтпеді, үшеу өтпеді. Ең соңында бәлкім 13-ші видео рекке шығып кетеді. Рек дегеніміз рекомендация. Рекомендацияға шыққан видео көп қаралым жинайды. Сол көп қаралым жинаған видео арқылы сен өз позицияңды анықтайтын боласың. Сонымен екінші кеңес. Инстаграмда, ютубта жалпы плагиатқа өте қарсы, қайталауға қарсы. Ал енді TikTok'та керісінше сенің қайталағанды, трендте болып жатқан дүниелерді қайтадан түсіргенді көбірек рекомендацияға шығаратын болады. Бұл дегеніміз енді бірге бір көшіру емес, дегенмен трендте не болып жатыр, қандай бір креатив хит болып жатыр, не өтіп жатыр, соны зерттеу арқылы сен өз нұсқанда, өз креативіңді қосып жасай аласың. Сол арқылы сені рекомендацияға шығарады. Сол арқылы өзіне оқырман жинайсың. Үшінші кеңес, түсініктеме сөз жазу. Жалпы TikTok 150 цифрға жуық саған мүмкіндік берілген, жалпы түсініктеме жазу үшін. Ал көбісі оны жазбайды. Ең алдымен сол видеоны салғаннан кейін міндетті түрде түсініктеме жазып кету керек. Мысалға, алдымен әзіл жазсаңыздар болады, әзіл ретінде видео не туралы, сол туралы әзілді бір текст жаздыңыз. Немесе екінші сұрақ қойыңыз. Жалпы, мысалға мен TikTok'қа сағат 12-де видеоны салдым. Сіз қаншада көріп жатырсыз? Деген сияқты оны действияға шақыру керек. Call to action дейді. Іс-әрекетке барынша, TikTok'та барынша іс-әрекетке шақырсаңыз, солғырым сізге көп іс-әрекет болады. Демек, лайк сұрасаңыз, лайк болады, комментарий сұрасаңыз, комментарий, және де тіркеліп кет деп айтсаңыз, міндетті түрде сізге тіркелетін болады. Осыны ескере отырайық. Және де ең бастысы, бұл видеоның соңында көп адамдар енді қайталап, TikTok енді көп нәрсені қайталайды ғой. Сол қайталаған кезде ең соңы өте маңызды. Себебі сіздің көп аудитория сіздің соңында не болады екен? Барлығына ұқсас па, әлде басқаша бірдеңке ойлап табам екен деген сияқты қызығушылықпен көреді. Сондықтан видеоның соңына үлкен бір мән беріңіз. Төртінші кеңес. Видеоны уақытында салу қажет. Бұл дегеніміз сіздің TikTok парақшаңызды профессионалды түрде ауыстыру керек. Бұл дегеніміз настройкаға кіресіз, өз TikTok парақшаңызды профилға ауыстырасыз. Бұл дегеніміз сізге сіздің аудиторияңыз қай уақытта көп кіреді, қай уақытта белсенді, сізге соны көрсетіп береді. Соған қарай отырып, сіз өз видеоларыңызды сол дәл уақытында салатын боласыз. Ал дәл уақытында салған кезде сіздің охватыңызда, просмотрыңызда, комментарий, лайктарыңызда да көп болатын болады. Ескере отырайық. Сонымен бесінші кеңес. Бұл дегеніміз музыка. Музыка өте қатты маңызды. Сізге ұнаудың қажеті жоқ, мен ойымша. Өйткені трендта неше түрлі керемет музыкалар бар. Және де басқалары қандай музыкаға түсіріп жатыр, демек сіз де көбіне сол музыкаға
түсіруге тырысыңыз. Себебі трендқа шығару, рекомендацияға шығару, бұның барлығы көбіне музыкаға да, әзілге де, лайкқа да барлығына қарайтын болады. Сондықтан жақсы көтерілудің бірден бір жолы бұл музыканы дұрыс таңдай алуыңызда. Және де музыканы таңдаған кезде авторлық құқыққа өте қатты қарайды. Сондықтан да егер де видеоны өзіңіз TikTok-тан бөлек монтаждайтын болсаңыз, және де соны TikTok-қа салатын болсаңыз, міндетті түрде авторды белгілеуіңіз қажет. Егер де белгілемеген жағдайда сіздің TikTok парақшаңызды банға жіберуі мүмкін. Сонымен 6-шы кеңес. TikTok-та міндетті түрде көбіне пайдалы ақпарат бере бермеңіз. Аудиторияға лайв форматында видеолар қатты ұнайды. Бүгін не істеп жатырсыз, қызықты бір әзілдер, приколдар, сондайларды салып отырған өте қатты өтімді. Тек қана пайдалы ақпаратты беремін, бірдеңке сатамын деп ойласаңыз, онда сіз қатты қателесетін боласыз. Және де кері байланыс міндетті түрде алып отырыңыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, видео ұнап жатыр ма, келесіде нені шығарайын, сіздің ойыңызша бағасы қанша деген сияқты міндетті түрде кері байланыс жасап отырыңыз. Сонымен 7-ші кеңес. 7-ші кеңес жалпы видеоны көбірек салу қажет TikTok-та. Мысалы, Instagram-да күніне 1 пост, 2 пост салатын болсаңыз, TikTok-та күніне кем дегенде 2 видео, 3 видео, немесе 4, 5, одан да көп сала берсеңіз болады. Барынша көп салсаңыз, соншалықты сізді трендқа, рекомендацияға көп шығаратын болады. Ал егер де парақшаңызды жаңадан асып жатсаңыз, онда міндетті түрде көбірек видео салу қажет. Алдын ала видеоны дайындап отырыңыздар, көбірек түсіріп алыңыз, монтаждап қойыңыз, содан кейін барып салып отырасыз. Бірақ трендтан қалып кетпеңіз. Тренд дегеніміз бұл бір күндік немесе бір апталық сондай ғана уақытты қамтиды, ал бір аптадан кейін ары кетсе уже адамдарға қызықсыз болып қалады. Сондықтан да бұл TikTok, YouTube сияқты, басқа да платформа сияқты 1 ай, 2 ай, 1 жылға жұмыс жасай бермейді. Тез әрекет жасап қалу керек. 8-ші кеңес, хэштег. Хэштегқа қатты назар аудардың қажеті жоқ, бірақ анда-санда кейде көмектесуі бәлкім мүмкін. Көп қолданудың да қажеті жоқ. Кейбіреулер енді қателесіп оны 10 хэштегті, 8 хэштегті белгілеп тастайды. Бұл дұрыс емес. Хэштег менің ойымша максимум 3 болу қажет. Және де 3 де хочу рек деген емес, бір өзінің бір хэштег, топовый хэштег, трендта жүрген бір хэштегті аласыз, содан кейін барып өзіңіздің арнайы бір хэштегіңізді аласыз, мысалы пайдалы ақпарат, сүт, май деген сияқты өзіңіздің пайдаланып жүрген немесе өзіңіз беріп жатқан пайдалы ақпараттың бірден бір сөзін алып хэштег қылып қолданасыз. Сосын барып өзіңіздің аты жөніңізді, кәдімгі ол да бір хэштегке айналу қажет, ол да бір бренд. Сондықтан да айтатын еді, хэштегті көп пайдаланудың қажеті жоқ, пайдалансаңыз өзіңіздің және де өзгенің бір ғана хэштегін қолдансаңыз жеткілікті. Сонымен 9-ші кеңес. Монтажды TikTok-та жасаған өте ыңғайлы және де сіздің трендқа шығуыңызға өте қатты көмегін тигізетін болады. TikTok-та жалпы эффектілер өте көп, монтаждауға өте ыңғайлы, сондықтан да айтатын едік, TikTok-та монтаждаңыздар және де TikTok-тың өзіне салыңыздар, сол кезде сіздерге олар да болысатын болады. Соңғы және 10-ші кеңес. Ең алдымен мен сіздерге айтатын едім, өзіндік бір стильді қалыптастыру керек. Мысалға ол музыка болсын, бір классикалық музыкаларды қолдану арқылы ерекшеленіңіз. Басқалар шашы ұзын болып түсіп жатса, сіз шашыңыз қысқа болса, шашыңыз қысқа болып түсе беріңіз. Біреудің артынан қуалаудың қажеті жоқ. Жалпы TikTok енді бір-бірін қайталау деп жатыр ғой, бірақ қатты қайталаймын деп біреуге еліктеп кетудің қажеті жоқ. Қазір көбіне өзіндік бір стиль беру керек. Сіздің стиліңізді, сіздің айтқан нәрсеңізді, сізден көрген нәрсені адамдар істеу керек. Сондықтан да айтатын TikTok-та өзіндік стильді қалыптастыру өте маңызды. Енді TikTok арқылы табыс табуға келетін болсақ, TikTok сізге табысты өзі беретін болады. Ол біріншіден. Екіншіден, реклама жасауға болады. Үшіншіден, сіздің өніміңізді сатуыңызға болады. Мен енді көп адамдарды білемін, бізде Аламанда оқып жатқан және де біздің кеңестерді қолданған, олар TikTok-қа кіру арқылы өздерінің сатылымын 1,5-2 есеге көбейте алды. Сондықтан да егер де кез келген саламен айналысатын болсаңыз, кез келген сала туралы TikTok-қа кіруге болады. Бізде енді қаймақпен, сүтпен айналысып жатқан бір кісі бар, ол да TikTok-қа кіріп кетті. Одан бөлек те басқа аксессуарлар сататын бір кісі бар, ол да TikTok-қа кірді. Талғат Сахан бар,
мысалға машинамен айналысады, ол да TikTokқа кіріп алғашқы миллион просмотрларын жинап жатыр. Сондықтан да айтатын едік, TikTokқа кіріп алыңыздар, TikTokта қарай отырыңыздар, және де TikToктан табыс табуды ұмытпаңыздар. Кез келген платформа бізге берілген ақша табуға берілген мүмкіндік. Сондықтан да көрушілердің қатарында болмаңыз, көрсетушілердің қатарында болыңыз. Табысты әрбір қазақ бай да бақытты болу керек. Рахмет.